Қалайсың? Жақсы. Бәріне сәлем. Бәріне сәлем. Сіздермен бүгін бізде тағы да қонақта. Есімін? Бейбет Абылай. Бейбет Абылай. Қай спорт түрімен келіп отырсың? Қазақша күрес. Қазақша күрес. Нешедесің? Менің жасым 9-да. Жалпы осы бағытты өзің қалап келіп отырсың ба? Иә, өзім қалап келдім. Қалай ұнайма өзіне? Иә, өзіме қатты ұнайды осы спорт, қазақ күрес. Қатты ұнайма? Неше жылдан бері қатысып келе жатырсың осы бағытқа? 3 жылдан бері қатысып келемін. Атанан сен мақтайтын болар, иә? Достарыңның қасында мықты боларсың, иә сен, иә? Иә. Күштісің ба? Қандай жарыстарға барып көрдің осыған дейін жетістіктерің? Мен деген Ақсай қаласына, Бөрлі ауданына бардым. Бөрлі ауданына бардың ба? Қай жақтан келді ол жерге? Қандай балдар келді? Одан деген Сырым ауданынан тағы Жаңа қаладан. Осы Оралдан тек қана сен бардың ба, или қасында достарың болды ма? Қасында достарым болды. Көп болдыңдар ма? Иә. Кім нешінші орын алды? Сен бірінші орын алдың ба? Жоқ, мен 3-ші орын алдым. О, молодец. Тағы Жалғыз деген бала алды. 3-ші орын алды. Ол тоже 3-ші орын алды ма? Иә. Осы болашақта осындай үлкен чемпион болғың келе ма? Или болмаса басқа мамандық таңдап жүрсің ба? Осының қазақ күресті таңдағым келеді. Қазақ күресін дамытып, Қазақстан чемпионы болғың келе ма? Иә. Молодец. Қай мектепте оқисың сен? Мен Қырека Ағынет гимназиясында оқимын. Нешінші сынып? 3-ші сыныпта оқимын. Жарайсың. Өз-өзіне мотивация бересің ба сен? Мен осыны жеңу керекпін, жаңағы жарысқа шығар алдында мен чемпион болам қалайда деген сияқты сөздер айтасың ба өзіне? Или тренер саған сондай сөздер айта ма, сен жарайсың, молодец деп? Мен өзімде айтам, тренерім де айтады. Қандай сөздер айтады? Абылай, молодец, давай, мықты деп па? Сөйтіп айтады. Сөйтіп айта ма? Алға. Алға деп айта ма? Ендеше камера арқылы өзің ата-анаңа, достарына сәлем жолда. Анама, әкеме, достарыма жалынды сәлем. Жарайсың Абылай, ендеше саған алдағы өміріне осы бағытқа спорт шебері атануына көп сәттілік тілеймін. Алда мықты спортшы шығады деген ойдамын. Саған сенем. Рахмет. Ендеше осымен бүгінгі біздің құрметті қонағымызбен біздің жобаның әзірге ең кішкентай қонағымен кездесуіміз өз мәресіне жетті. Аз да болса ұнады деген ойдамыз. Всем пока!